сол айланып артқа қарай шығатын байқаған жаңағы қорғаушы соны алдынан күтіп алып салдырмады. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы ұйымдастырылатын болады. Уақытында аяқталуына санаулы минуттар қалды. Қалай болар екен? Мінекей, айтқанымыздай уақыт осыменен қосымша уақытта аяқталды. Ортада қазір булит ұйымдастырылатын болады. Бірінші мінекей Байыш Ниязов шықты. Серкені 10 тақымына басып алған. Арслан Қабжанов артынан қуып келе жатыр. Қалай қылар екен? Мінекей қазір Серкені көтерді. Қазандықтың тура жанына жақындағы Серкені тастады. Бірақ Серке толығымен қазандыққа түспеген сияқты. Бұл салым саналмайды. Толық ішінде жатқан жоқ. Екі сирағы жаңағыда Серкені шығып жатыр. Қалай қылар екен? Есептелмейді. Асылбек Шерібаев бұл Серкені есепте алар ма екен? Жоқ, есепке алынбайды. Бұл ішінде толық жатпағандықтан мынау қазандықтың жиегінде екі сирақ шығып жатыр. Бірақ тастас өте жақсы тастады. Аттың екпінімен сыртқа қарай шығып кетті. Аттың екпіні қатты болды. Астана қаласының құрамасынан кім шығар екен? Арслан Қабжанов қазір шабуылда болса, оны Байыш Ниязов қуып келе жатыр. Арслан тастай алар ма екен? Арслан Серкені көтерді, алдына өңгеріп алды. Қазір тура қазандықтың жанына келгенде алыстау кеткен сияқты. Жоқ, бұл жерде кімнің Байыш Ниязовтың атын жүйріктігін байқадыңыздар ма? Кіші шеңбер қазандыққа 10 метр қалғанда жетіп ақ қойды. Мінекей қазір екінші Ақпар Иманбеков шықты. Қалай қылар екен? Серкені алдына өңгеріп алған, тұлпарымен келіп қазандыққа қарай жақындап келе жатыр, бірақ бұл да тастай алмады. Мінекей Астана құрама командасының шабандозы атынан Елдос Тілебалдиев қазандықтың жиегіне. Бұл жерде Ақпар Иманбековтың аты қашып кетті, көрдіңіздер ме? Жанына қарай. Әйтпесе Ақпар Иманбеков алдынан өңгеріп жақсы келе жатқан болатын. Бірақ аты қашып кетуіне байланысты салымды саламады. Елдос Тілебалдиевтің тұлпары қазандықтың үстіне секіріп кеткен екен. Қазір Елдос Ақпар Иманбеков қуады, Елдос шабуылды бастады. Мінекей қазір Елдос Тілебалдиев Серкені 10 тақымына басып алған. Серкені көтерді, бірақ Ақпар Иманбеков жұлып алды. Жұлып ақ кетті. Аты жетіп ақ қойды. Жүйріктігін танытты. Ақпардың тұлпары мықты екен. Керемет. Мінекей қазір бірінші болып Қожамқұл көкпар командасының үшінші жұбында шығып отыр. Бұл жерде Манас Ниязов, атақты Ниязовтар әулетінен шыққан шабандоз Александр Пупенканы жақындатқызбай қазандыққа жақындап, тамаша. Міне салым. Таза салым. Таза салым есептелінеді. Алғашқы салымды Манас Ниязов қазандыққа дұрыс тастай білді. Тамаша, есеп әзірге 1-0. Тамаша, әнекей Манас Ниязовтың жеке дара суырылып, Серкені бір қолымен көтеріп алып, қазандыққа қандай тамаша тастауы. Салым есептелінді, есеп ашылды. Астана командасынан шыққан Ұлан Байтөреев қалай қылар екен? Сол тақымына басып алып, қазір қазандыққа жақындап келе жатыр. Қожамқұл көкпар командасының шабандозы жетіп алды. Серкенің алдыңғы сирағынан тартып, Ұланның қазандыққа тастауына мүмкіндік бермеді. Есеп әзірге 1-0. Қожамқұл көкпар командасы булиттің көмегімен есеп ташты. Мінекей қазір Рустам Тыналиев қазір Лебедер атты тұлпарымен шықты. Серкені дұрыстап көтеріп алды. Қазір қазандыққа жақындау керек. Тамаша, Рустам Тыналиев есепті 2-0-ге жеткізді. Рустам Тыналиев астындағы тұлпарды жүйрік болды, байқайсыз ба Нұрдәулет аға? Бұл жерден булитте тұлпарлардың жүйріктігі, сонымен қатар ұшқырлығы көп көмегін тигізеді. Соның арқасында Қырғызстан Республикасының Қожамқұл көкпар командасы астаналықтарды 2-0 есебімен ұта білді. Енді бұл жерде Қожамқұл командасы осы тең нәтижеге де дайындалып келгені көрініп тұр. Булитті өздерінің дайындық кезінде әбден дайындалған, аттары да, балдары да керемет шеберлігін көрсетті. Астана қаласы бұған дайын емес болды. Сол себептен ұтылды. Ал Нұрдәулет аға, булитте Рустам Тыналиевтің Серкені шірене келіп тастауы қандай деңгейде өтті?
жақсы. Бұл жерде Қожамқұл командасы осы булит әдісін жақсы меңгерген, жақсы дайындалып келгені көрініп тұр. Нұрдәулет аға, бүгін біздің студиямызға келіп өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен рахмет. Әрдайым көкпарда жолдарыңыз бола берсін. Жақсы, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық арнасы спорттық бағдарламалар шығармашылық бірлестігі және мен Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Келесі аптада жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.